Достар, сәлеметсіздер ме? Біз бүгін ағылшын тіліндегі инфинитив туралы үйренетін боламыз. Жалпы ағылшын тіліндегі инфинитив дегеніміз не үшін қолданылады? Мен сіздерге қысқа әрі базовый информация беріп кетемін. Инфинитив ағылшын тіліндегі іс-әрекеттерді білдіретін форма. Яғни іс-әрекетті ғана білдіреді. Оған не істеді деген сұраққа ғана жауап береді де, бірақ ол көпше түрі болмайды, шаққа бөлінбейді, жіктелмейді, жай ғана не істеді деген сұраққа жауап береді. Көбінесе ол to шылаумен қолданылады. Мысалы үшін өмір сүру to live, ұйықтау to sleep деген сияқты. Ал енді ол не үшін және қашан қалай қолданылатынын үйренетін болсақ, біріншіден мақсатты айқындау үшін қолданылады екен. He come to Moscow to find a better job. Бұл жерде бізде кілт сөз to find, табу. Не үшін келді? Ол Мәскеуден жұмыс табу үшін келді. Яғни мақсатты айқындап тұр, мақсаты to find, жұмыс табу үшін келді. Ал сосын мынандай етістіктер деген соң міндетті түрде to, яғни инфинитив формасы қолданады. To және етістік қосылып инфинитив жасап шығарады екен. Мысалы, мына want, advise, agree, decide, expect, hope, manage, offer, promise. They promised to listen to their parents. Олар уәде берді тыңдауға ата-аналарын. Promised-ті көріп тұрсыздар, иә? Мына жерде promise, мына жерде promised. Яғни promised to listen деп тұр. Promised-тен кейін to қолданады да, listen деп жазылып тұр. I want to read. Мына жерде де want сөзі бар бірінші, және мына жерде де want сөзі бар. I want to read. Мен оқығым келеді. Осыны біз инфинитив деп айтамыз. Үшіншіде, егер де know, ask, decide, learn, remember, want to know сынды етістіктер келіп артынша мынандай сұраулы сөздер қолданылса, мысалы үшін who, what, where, how, одан инфинитив қолданылады екен. To және де басқа етістіктер. I can't decide where to go. Мен шеше алмай жатырмын қайда баратынымды дейді. I can't decide. Decide мені. Мына жерде тұр, сосын мына жерде тұр. И мына жерде where сұраулы сөз келіп тұр, сосын біз to go. I can't decide where to go. I can't decide how to dress, қалай киінсем болады екен деген сынды сөйлем құрастырып кете береміз. Ал енді мына жерде жіктелуі, жіктелуі дегенде әртүрлі формада, яғни әртүрлі шақтарда әртүрлі кездеседі. Ол неге байланысты? Актив және пассив voice-ға байланысты өзгереді. Ал былайша өзгермейді. Біріншісінде simple формасында, to ask, актив voice-та to ask, мысалға ask етістігін мысалға келтіріп жатырмыз. To write. Passive voice-та to be asked, to be written. Осылай өзгереді екен. Ал енді continuous формасында to be asking, to be writing. Perfect формасында актив voice-та to have asked, to have written. Passive voice-та to have been asked, to have been written. Бұны сіздер өздеріңізге келтіріп аласыздар. Мысалы, бұл жерде тек қана perfect болғанда present perfect айтып тұр, to have asked. Ал сіздерге past perfect керек болса to had asked деп ауыстырып аласыздар. Future perfect болса да солай өздеріңізге қажеттісін ауыстырып аласыздар. Ал енді perfect continuous'ға келетін болсақ, to have been asking, to have been writing. Бұның бәрі simple формада. Өздеріңізге қажетті формаға ауыстырып аласыздар. Ал негізгі инфинитив дегеніміз, ол жай ғана не істеді деген сұраққа жауап беріп, ешқандай да түрленбейді екен. Өмір сүру, to live, мысалы үшін мынандай сөздерден кейін келеді. Want, advise, agree, decide, expect, hope деген сөздерден кейін, етістіктерден кейін to
шылауыменен қасына қосымша етістік жалғанады екен. Жалпы осы ғана инфинитив дегеніміз. Иә, түсінікті деп ойлаймын. Білімдеріңіз әрмен қарай жоғарылай берсін достар. Менің каналыма жазылай кетіңіздер. Оқыған озады. Келесі видеоны күтіңіздер. Сау болыңыздар.